Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге банан қосылған кекстің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен миксерлеуге ыңғайлы ыдысты алып, оған 3 жұмыртқаны саламыз. Одан кейін үстіне секер салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Кексқа қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Енді үстіне өсімдік майын, одан кейін ертілген сары майды, одан кейін сүтті және де қаймақты қосып барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлық сұйық массаларды араластырып болғаннан кейін енді үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық қопсытқышты, 3 шай қасық какаоны қосамыз және де барлығын жақсылап қайтадан венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп табамыздың астыңғы жағына банандарды саламыз. Егер банан дәмі сізге ұнайтын болса, бананды бұдан да үлкендеу етіп қоссаңыз болады. Банандарды салып болғаннан кейін жаңа дайындаған массамызды үстіне құямыз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Дайын кексті мен ертілген шоколадпен әрледім. Кексті мүлдем безендірмесе де болады. Кекс дайын болғанда өзі сондай құрғақ емес, яғни влажный кекс болып дайын болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде каналыма тіркелуге ұмытпаңыз.